Сәлеметсіздер балалар. Бүгін математикадан 7-ші нұсқаның 2-ші бөлімін бастайық. Бұл бізде 14-ші есептен басталады. Бите тікбұрыштың гипотенузасы 29 сантиметр, ал оның бір катеті 21 болса, екіншісі катетін тап деген. Бұл оңай есеп, бұл Пифагор теоремасымен табылатын есеп. Бұны қалай табуға болады? Бұлай табуға болады. Бұл тең болады. Турасында гипотенузаның квадратынан азайтамыз, екінші катетінің квадратын азайтамыз. Сонда бұл болады түбірасында 29-дың квадраты, азайтылған 21-дың квадраты. Екі санның квадраттары түрінде жазатын болсақ, квадраттардың айырмасы түрінде жазсақ, 29 қосылған 21, біреуі 29 азайтылған 21. Екеуінің көбейтіндісінен түбір тап деген сөз. 29-ға 21-ді қоссаң, ол 50 болады. 29-дан 21-ді алсаң, ол 8 болады. 400 болады. 400-ден 20 деген түбір шығады. 20 сантиметр болады жауабы. 20 сантиметр жауабы да болады. Келесі есеп суреттегі мәліметтер бойынша берілген шеңбердің диаметрін тап дейді. Диаметр дегеніміз мына жерде бір жағы 6, мына бір жағы 8 сантиметр дегеніміз бұл хорда ғой. Ал мына жерде радиус берілген. Мына радиусты былай қарай созсақ, мына былай қарай бүйтіп созатын болсақ, мынау сонда былай болады. Мына жердегі нүктені табайды С деп қойсақ, мынаны А, мынаны Б, мынаны С, мынаны Д, мынаны Е десек, бізде мына жерде О бар, центрі. Сонда қордадардың қиылысқан жеріндегі бөлшектерінің көбейтінділері тең болады. Мысалы, А, С мен С, Б-ның көбейтіндісі, А, С мен С, Б-ның көбейтіндісі, ана жағындағы қорда Д, С мен Д, С мен С, Е-нің көбейтіндісіне тең болады. Так, сонда бізде немені баптыр? А, С дегеніміз бізде ол ана жердегі анау радиус, А, О дегеніміз радиус қой. Радиус қосамыз, оған радиустың жартысын қосамыз. Ер бөлінген 2-ні қосамыз, Ер бөлінген 2-ні қосамыз. Осыны көбейтеміз енді. Тағы да ер бөлінген 2-ге көбейтеміз, Анау радиус дегенде ер бөлінген 2-ге көбейтеміз. Ер бөлінген 2-ге көбейсек, мына жағында ол немереге тең болады. Мына жағында ол ДС дегеніміз 6, 6 мен 8-ді көбейткенге тең болады, 6 көбейтілген 8 болады. Так, міне жерде немені болады? 1,5 R квадрат болады. 2-ні былай қарай жіберсең, ол 96 бола ма? 2, 2, 6, 12, 12 мен 8-ді көбейсең, 96 болады. 96. Осыдан R-ді тапсақ, R тең болады түбірасында 96 бөлінген 1,5. 1,5. 96 бөлсек 1,5 нешесі шығады? Так, 64 шығады, 64 шығады.
Турасында 64 шығады. 64-тен 8 деген жауап шығады, 8 сантиметр. Енді диаметрін тап десе, бізге диаметр ол 2r-ге тең ғой. 2r-ге тең, немесе ол 2 көбейтілген 8 десең, ол жауабы сонда 16 сантиметр болады, 16 сантиметр, ол да болады, значит. Так, келесі. Так, көлемі 269 нет. 2696 пи болатын шардың радиусы дейді. Шардың радиусы. Шардың көлемін қайтып өсі 3-тен 4 пи r куб болады, Шардың көлемі 3-тен 4 пи r куб қой. 3-тен 4 пи r куб болады шардың көлемі. Ол бізде 2696 пи. Пи мен пи кетеді, бұлай қарайда. Осыдан енді r-ді табатын болсақ, бізде r куб бізде тең болады 3 дәрежелі турасында 2022 деген. Бұдан бізде осында жауап шығады, 2022. Жауабы С болады, Жауабы С болады. Цилиндрдің өстік қимасы диагоналы 6 турасында 2 болатын квадрат цилиндр табандағы шеңбердің ұзындығын тап дейді. Цилиндр табандағы шеңбердің ұзындығын табымыз керек, Так, цилиндріміз бізде қандай? Вот цилиндрда Так, цилиндрдің жаңағы диаметрі. Цилиндр табандарын, цилиндрдің өстік қимасы дейді. Өстік қимасы деп отырған мынау ғой. Мынау да өстік қимасы, то есть ол бізде бұлай белгілесек, квадрат дегенсіз. То есть мынада цилиндрдің биіктігі мен жерде 2r деген екеуі тең болады дегенсіз, Сонда 2r мен цилиндрдің биіктігі h екеуі тең дегенсіз. Осыдан енді бізде осының диагоналы дейді. Диагоналы мынау ғой, Мына жерін A десек, мына жерін B десек, сонда, Сонда бізде бұлай болады. Пифагор теоремасы бойынша AB-ның квадраты ол тең болады 2r квадрат, 2r-дің квадраты қосылған h квадрат болады, h квадрат. Так, осыдан енді біз нені табамыз? Давайте AB дегеніміз AB-ның квадраты. Ол жаңағы неше болады? AB дегеніміз бізде ол 2r-ге тең ғой. Нет, AB 2r-ге емес. Мынау 2r-ге. H бізде r-ге тең ғой. H 2r-ге тең. Сонда мынау AB-ның квадраты ол бізде 4
4r квадрат. 4r квадрат. Мұнда 4r квадрат. 8r квадрат болады, иә? 8r квадрат болады. аба бізде мұнда тұр міне. 6 түбірасында 2 деп. Сонда ол 6 түбірасында 2-нің квадраты ғой. 6 түбірасында 2-нің квадраты тең болады 8r квадрат болады, иә? Так, екі жағынан бірдей түбір табатын болсаң, 6 түбірасында 2 тең болады 8-ден түбір тапсаң, ол 2 түбірасында 2 болады, иә? Сонда r болады. Түбірасында 2 мен түбірасында 2 кетеді. Бұдан r тең 3 сантиметр болады, да? R тең 3 сантиметр болады. Енді шеңбердің ұзындығы дегеніміз бізде ол L шеңбердің ұзындығы ол 2 пи r-ге тең ғой. Сонда 2 көбейтілген пи көбейтілген 3 десек 6 пи бола ма? 6 пи болады. Жауабы значит Д болады. 17-дің жауабы Д болады, иә? Так, келесі. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді, иә? Теңсіздіктер жүйесін шеш дейді. Да, бірінші теңсіздікті қалай жазуға болады? Бірінші теңсіздікті былай жазайық, иә? 2-нің 2s қосылған 3 кіші, мынау түбір астында 2-ден 1 дегеніміз, ол немереге тең болады дегенде, түбір астында 2-нің 1 дегеніміз, ол 2-нің минус 2 дәрежесі болады. Солай емес пе? Минус 2-ден 1 дәрежесі болады. 2-нің минус 2-ден 1 дәрежесі болады, да? Минус болғанда 1 бөлінген болады. Түбір астында дегеніміз ол 2-ден 1 дәрежесі дейміз. Сонда ол 2-нің минус 2-ден 1 көбейтілген 6 минус 8 дәрежесі. Вот. Келесі просто 0,2-нің 2s квадрат азайтылған 4x азайтылған 12 үлкен 1 дегеніміз. Кез келген санның 0 дәрежесі 1 болады, иә? Ол 0,2-нің 0 дәрежесі деп алуға болады. Сонда біріншідегі теңсіздік бұлай болып шығады деңіз, иә? 2s қосылған 3-тің кіші болады. Ол анда минус таңбалы дегенде, давайте бұлай жазайық, иә? 2-ге қысқартатын болсақ, минус 3 алынған 4x минус 3 қосылған 4x болады, да? 3 қосылған 4x болады. Минус 6-ны 2-ге бөлесің 3 плюс c, так, 4. Астында просто 2s квадрат азайтылған 4x азайтылған 12, ол тепер кіші болады. Кіші 0-ден болады, иә? Өйткені дәрежедегі санның өзі 1-ден кіші болғандықтан. Так, біріншісіне немен істеуге болады? Біріншісіне істеуге болады мына жерде 4x-тен 1x тазасаң 3x қалады. 3x үлкен x-ті бер жағына шығарып жатырмын. Анау 6 болады x. Так, бұдан неме шығады? Бұдан 2s үлкен 2 деген бір жауап шығады, иә? 2s үлкен 2 деген бір жауап шығады. Екіншісі, енді оны
нөлгө теңестіреміз ғой. Сонда x1 2-ні табатын болсақ, 4 плюс минус турасында 16 қосылған 48 бөлесін 2-ге, ол бізде 4 қосу алу 64-тен 8 деген туры шығады, бөлеміз 2-ге. Бұл жерде x1 бізде минус 2, x2 бізде тең болады, ол 6 болады. Сонда бұны шығарсақ, бетіп шығаруға болады бұны, сан өсіне белгілейді. Мына жерде x, мына жерде 6 бар, мына жерде минус 2 бар. Интервалға бөлеміз бүйтіп, нөлді беретін болсақ, бұл бізде минус таңбалы болады, не жағы екеуі плюс болады деңіз. Сонда бізге мұна ортасы керек, мұнау керек бізге, не жер керек бізге. Өйткені ол нөлден кіші болу керек қой. Сонда x минус 2-ден плюс 6-ға дейін. Сонда 2 жауапты қиылыстырамыз. Мына жерде x, мынау x, мына жерде 6 бар, мына жерде минус 2 бар, мына жақта плюс 2 бар. Плюс 2 дегеніміз кетеді мұна маңа. Біріншісі x үлкен болатын бұлай кетеді, екіншісі мына екеуінің арасы бетке. Сонда екеуіні ортақ, ол жауап мұнауға міне. Общий жауап мұнау болады, Общий жауап осы болады. Сонда ол 2 мен 6-ның арасы деңіз, x жатады 2 мен 6-ның арасында. 2 мен 6-ның арасында жауабы е болады. Жауабы е болады, дұрыс. Келесі. Так, АБС-да А1, Б1, С1, Т1 кубы берілген. Төмендегі жауаптардың ішінен АБ мен БД векторының қосындысына тең бола алатын векторларды табу керек. Жаңағы мысайықта куб түсіз былай қаңадым. Так, А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. Мұнда А1, мұнда Б1, мұнда С1, мұнда Д1. Бізде А, Б мен дейді. А, Б дегеніміз ол мұнауға мен. Давайте қызыл менен бетекші. А, Б мен Б, Д-ның қосындысы дейді. А, Б деп отырған мұнау мен. А, Б-ға қосасын Б, Д-ны. Б, Д деп отырған мұнауға. Бұл екеуінің қосындысы мұнау болады, А, Д болады, Енді жауаптардың ішінен бізде сонда бізде былай болып тұр, сонда А, Б қосылған Б, Д ол үшбұрыш әдісімен қосқандағы векторлардың ол А, Д-ға тең болады. А, Д дегенге тең болады, А, Д деген жауап бар ма? Бар ма? С бар, бірақ тағы да бір жауап бар мына жерде. Мына жерде енді осы А, Д-ға тең А1, Д1 деген бар ғой.
адыға ады биіктігіне А1-1 тең болады ода. Бағыттас модуль жағынан тең болғандықтан одар тең болады. Сонда бұның екі жауабы бар екен, иә? Жарайды, С мен Е болады. Тәпиде төмендегі карточкалардың көмегімен жеті әріптен қанша сөз құруға болатынын табыңыз. Құрылған сөздердің мағынасына мән берілмейді дейді. Мағынасына мән берілмейді. Мына жерде мына қарасақ, жеті әріптен қанша сөз құруға болады дегенде ол жетінің факториалы болады, иә? Жетінің факториалы болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген. Жетінің факториалы дегеніміз бізде ол 5040 деген сан шығады. 5040. 5040. Бірақ мына жерде мына Е деген әріп екі рет қайталанып тұр ғой. Сондықтан бұның екі рет тұрғанынан біреуген алынады деген. Сонда 5040-ты бөлеміз 2-ге. Бөлсек, 2-ге бөлсек, 5040-ты 2-ге бөлсек, ол 2520 болады. Сонда жауабы 2520 болады. Ол бізде жауап қандай жауап? Жауап бізде Е болады екен. Бұл жерде несі түспей қапты ғой жаңа. Е болады. Жауабы бұның Е болады. Так, келесі. Келесі 21. Балалар ойыншық өзара сырттай жанасатын бірдей үш шеңберден және оларды қоршаған сымнан тұрады. Шеңберлердің радиустары 4 сантиметрге тең. Пиді жуықшамамен 3 деп алып, ойыншықтың келесі элементтеріне есептеулер жүргізіңдер дейді. Бірінші, шеңберлердің центрін қосатын ABC нүктелерінен құралған үшбұрыштың периметрін тап дейді. Так. Бірінші, ABC деген біздің оның әрбір қабырғасы 2R-ге тең ғой. То есть ол 8-ге тең болады деген. Мысалы, бұл жерде AB тең болады. BC-ға тең болады. C-ға тең. Бұлардың каждый 2R-ге тең. Сонда периметрі, ABC деген үшбұрыштың периметрі ол 3 көбейтілген 2R немесе 6R болады да. 6R немесе ол 6 көбейтілген 4, 24 болады деңіз. 24 сантиметр болады. Жауабы А болады. 21-дің жауабы А болады. Екінде 22. Үш шеңбердің ұзындықтарының қосындысы қанша екенін тап дейді. Үш шеңбердің ұзындықтары, бір шеңбердің
ұзындығы ол жаңағы 2 пи r болса, 2 пи r болатын болса, 3 шеңбердік дегенде 6 пи r ғой. 6 пи r. 6 пиді 3 деп алған, r дегеніміз 4 деп алды. 72 болады, иә? 72 сантиметр болады. 22-ң 72 бұл болады. Так, 23 пен 24-ті қатар аласыдайық, иә? 23 пен 24-ті қатар алсақ. Шеңберлерді қоршаған сымның ұзындығы қанша екенін тап дейді. Шеңберлерді қоршаған сымның ұзындығы қанша екенін табу керек, иә? Бұл бізде 23 қой. Так, жаңа суретті қайталып келу керек, видимо, да? Суретті қайталып келу керек екен. Так, мына бірдеңе болып кетті, иә? Так, бұл бірдеңе болып кетті. Шатасып кеттік қой деймін, да? Мына жерге бүйтіп орнатамыз онда. Мында болмай қалды. Соған бірдемедір шығып кетті. Пәледен қайдан шығып қалды. Мындай қабаттасқан бірдемелер шығып кетті, иә? Вообще бір ақша тасып кеттік, иә? Так. Жаңағы 23-24-ке келеміз ғой енді, иә?
Bir-birden çıkarayakçı. Так, шеңберлерді қоршаған сымның ұзындығы қанша екенін табу керек. Иә, шеңберлерді қоршаған сымның ұзындығын тап дейді. Үш шеңберді сызамыз мына жерге де. Bir шеңбер, екі шеңбер, мынау енді үш шеңбер да. Үші былай қарай қосылып тұрған мынау. Осының ұзындығын табу керек. Бұның ұзындығын табатын болсақ, мынадар жанасу нүктесіне дейінгі мына жерлер, е? Мына жерлер, мынау жанасу нүктесі, мынау жанасу нүктесі, мынау сонда 2R болады. Мынау 2R болады, да? Еще мынау 2R болады. Еще мына біреу тұрған тепер мына доған тау керек. Осындай бізде үшеу бар. Бұл сонда неше градус болатын қарайық, е? Мынау сонда как раз жаңаға 3-тен 1 болады ғой деймін, я 3-тен 1 болады мына как раз. Былай қарай битіп алып келсең, мынау сонда 3-тен 1 болады. Сонда бұл жерде біз оны былай істеуге болады. Біреуінің 360 градусы бұның 2πr болады, да? 2πr болатын болса, мынау енді 3-тен 1 деген 120 ғой, 120-сы оты x деп тауып алсақ, мына жерде x деп қойсақ. Сонда x тең болады 2πr көбейтесің 120, астында бөлесің 360-қа. Сонда тең болады мынау. Пи бізде 3-ке тең ғой, 6, ер бізде 4-ке тең да. 6, 4, 48, 120 бөлесің 360, мына көбейтіп кетеді. Мынау мен мынау қысқарады, 6-ға қысқарады, мынау 6, мынау 8, мынау қысқарады мынаған 2, сонда 16 болады да. Bir доғасы 16 болады. Осындайден бізде 3 доға бар. Сонда жалпы ұзындық бізде сымның ұзындығы ол 3x қосылған 3 көбейтілген 2r болады да. 3x'ің бізде 16-ға тең. Қосамыз. Мына жерде 3 көбейтілген 2 көбейтілген 4. Мынау 48 болады. Қосасың. Мына жерде 6, 24. 72 болады ғой деймін, я? 72. Бізге 72 шықпай қалды ғой. 48 шығу керек деді ғой. Шеңберді қоршаған сымның ұзындығы қанша екенін тап дейді. Шеңберді қоршаған x-ті өтірік тауып қойдық қой деймін, я? Так, анау 2r бізде 4-ке тең. R бізде 4-ке тең, да? 4-тен 2r, ода да 3 бар бізде. 4-тен 12, 24. Анау да 24 болу керек қой. X тең. Екі. Так, тұратырыңыз. 360 градусымыз 2πr болады. X'imiz оның жартысына тең. То есть 360-тың 3-тен 1 бөлігі 120 болады. 120 2πr
120-ға көбейтесің, мынаған бөлесің. 2 пи-р тұра, мына жерден қателесіп кетіппіз ғой. 2 пи-р дегеніміз 6, мұнда 24 болады екен ғой. 24 болады, мұнда 24 болады. 24, 6, 4-тен, то есть мынау 8 болады екен. 8 болады. То есть x-тің орнына 8 қоямыз. Сонда 24 қосылған 24 тең 48 шығады. Мына жерден шатасып кетіппіз ғой, с болады да. Бұл 23. Так, 24. Ойыншықтың боялған бөліктерінің периметрінің қосындысы қанша екенін тап дейді. Боялған бөліктерінің периметр дегеніміз қайсы ол? Боялған бөлігінің периметрі. Мына тұрған ғой. Мына тұрған міне, иә. Бұның периметрі бір жағы 2r болады, бір жағы жаңаға шеңбердің 4-тен 1 бөлігі. Шеңбердің ұзындығының 4-тен 1 бөлігі. Шеңбердің ұзындығының 4-тен 1 бөлігі болады. Сонда бұлай болып тұр, е? Мына жағы біткен. Сосын мына жағы дегенде ол бұлай, е? Мына жағы шеңбердің ұзындығының 4-тен 1, 2 пи-р бөлінген 4 болады. Мына жағда сонда 2 пи-р бөлінген 4. Мына жағы r болады. 2r болады мына жағында. 2r. 2r дегеніміз 8-ге тең болады. 2 пи-р, так, мынау 6 болады. Мынау да 6 болады, е? 12, 20 боламыз. Тағы болмай қалды. 20, 20 енді 3 ғой бұны. 3 ғой. Сонда бұның периметрлерінің қосындысы десе, бұндайда 3 бар ғой. 3, сосын ол 6, қосылған 8, қосылған 6 болады. Сонда ол 60 сантиметр болады, е? С болады. 24 с болады. 25. Ойыншықтың боялмаған бөлігінің ауданы қанша екенін тап дейді. Ойыншықтың боялмаған бөлігінің ауданы. Ол қайсы? Жаңа суретті алып келейік, иә? Ойыншықтың боялмаған бөлігінің ауданы дегеніміз мынау. Тіп қарасақ, ол мына шеңбердің, каждый шеңбердің ауданының 4-тен не 4-тен емес. Ол мына жеріндегі 3 бұрыш десе, 3 бұрыштың каждый бұрышы 60 қой. 60, иә? Центрлік бұрыш болады. Сонда 60 дегеніміз 6-дан 1 бөлігі. 6-дан 1 бөлігі. То есть шеңбердің ауданының 6-дан 5 бөлігіне 3 бұрыштың ауданын қосамыз. Шеңбердің ауданының 6-дан 5 бөлігіне, сонда S дегеніміз шеңбердің ауданының, ол пи-р квадрат қой. 6-дан 5 бөлігіне, осындайда нешеу бар бізде? Шеңбердің ауданының 6-дан 5 бөлігінің үшеу бар.
оған қосамыз жаңағы үшбұрыштың ауданын қосамыз. Үшбұрыштың оның қабырғалары жаңағы 8 ғой. Тең қабырғалы үшбұрыштың, иә. Сонда бұған S үшбұрыштың ауданын қосамыз. Осылай шығару керек. Енді біріншісін тауып алайық. 5πr квадрат бөлінген 6 дегеніміз неше? 5πr квадрат бөлінген 6 дегеніміз ол бізде 5 көбейтеміз 3, r дегеніміз 4, 16, оны 6-ға бөлеміз. Бұл сонда бұл мәні неше болады? 40 бола ма? болады, иә. Так, мынау 48, 6, 8, 40 болады. Енді осыны 3-пен көбейтеміз ғой. 40-ты көбейтеміз 3-пен. Ол сонда 120 болады. Сонда міне жері 120. Енді үшбұрыштың ауданын тауып алып келеміз. Үшбұрыштың мынау 8, мынау 8, мынау 8. Мына биіктігі десек, мына бұрыш 60 қой. Биіктік дегеніміз ол сонда нешеге тең болады? Биіктік қарсы жатқан катеттің аштың қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы синус 60 градус болады. Сонда h тең болады 8 көбейтілген синус 60 дегеніміз 2-ден түбір астында 3, немесе бұл 4 түбір астында 3 болады, е? 4 түбір астында 3. Енді S үшбұрыштың ауданын тапсақ, ол 8 көбейтесің 4 түбір астында 3, биіктігі бөлесің 2-ге, сонда 16 түбір астында 3 болады. Сонда жаңа үшбұрыштың ауданын қоссақ, сонда 16 түбір астында 3 деген жауабы сонда мына болып тұр. 120 қосылған 16 түбір астында 3. Бұл бізде болады, жауап Е болады. Так, теперь 26-ші есеп. Есеп, соңғы себебі бұл бітеді. Мынандай сан берілген, 3-ке бөлінетіндей 7 таңбалы сан болу үшін, бөлінетіндей 7 таңбалы сан болу үшін звездочканың орнына, жұлдызшаның орнына қоюға болатын цифрлар дейді. Жұлдызшаның 3-ке бөлінетін болу үшін бұлардың барлық сандардың қосындысы 3-ке бөліну керек. То есть ол барлық сандардың қосындысы дегеніміз 3. Қосасың 6, қосасың 4, қосасың 8, қосасың 2, біздің тауға қосамыз 5, қосамыз 9. Сонда бұл бізде болады барлығының қосындысы дегеніміз 35 қосылған 2. 3-ке бөлінетін болу үшін неше болуға болады? 3-ке бөлінетін болу үшін 36 болуға болады. 36 болу үшін ол 2, 1-ді қойсаң, ол анау жаңаға 35-ке 1-ді қосасың, 36 болады, 36 3-ке бөлінеді, да? Одан кейін 3-ті қоюға болады, иә? 3-ті қоюға болады ма? Жағалде 4-ті қоюға болады. 4-ті қойсақ, иә, 4-ті қоямыз, x-ке 4-ті қоямыз. Сосын кейін оған тағы 3-ті қоссаң, ол 7-ні қоюға болады. Сонда x тең 7-ні қоюға болады. Сонда 1, 4, 7 деген сандар болады. 1 болуға болады, 4 болуға болады, 7 болуға болады. А, Б, F деген жауаптар болады екен, иә? А, Б, F деген. Вот осындай екен, иә? Осымен талдауымызды аяқтайық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңдар.